Ассаламағалейкум, автосүйер қауым. Дәл осындай суық күнде Майкар KZ арнасы сіздермен бірге қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгін сіздерге арнайы керемет көлікті дайындадық. Менің көлігім, мен осы көлікті жаңадан алдым. Және де сіздермен не үшін ол көлікті алғанды, жалпы ол ой қайдан келген барлығын бүгін бөлісетін боламыз. Ендеше Майкар KZ қосылы болсын. Шолуда Chevrolet Camaro RS. Дәл осындай тұманды ауа райында біз осындай көлікті көрсетейін деп жатырмыз. Жалпы бұл көліктің мінезі бүгінгі ауа райын сипаттап тұрғандай. Жалпы Camaro десе барлықтарыңыздың ойларыңызға бірінші кезекте Bumblebee келеді ғой. Енді қазіргі жастарға жалпы олар Bumblebeeмен таныс болса, бұрынғы заманның жалпы осындай көліктерге қызығатын, muscle car, pony cарларға қызығатын адамдарға Camaro аңызға айналған көліктердің бірі болып саналады. Бұл өзінің конкуренттері Dodge Challenger және де Ford Mustang'тың бәсекелесі болып танылады. Олар бұрынғы анау өткен заманнан бері бір-бірімен бәсекелесіп келе жатқан көліктер. Дәл бүгінгі бізде 2015 жылғы 5-ші дәуірінің рестайл түрі, міне мұн жақта көрдіңіздер, періште көздері жанып тұр, және де радиатордың торы кішкентай болып жүреді. Жалпы ерекшелігі осы, және де ерекшелігі артыңғы жарықтандырғыштары, яғни артыңғы стоп сигналының жарықтары бұл жақта бетіп қосылып кеткен, ұзын болып келеді. Ал бұған дейінгі 5-ші дәуірінде ол рестайл емес түрінде, до рестайлда мына жерінде 2-ге бөлінген. Ал одан бөлек бұдан кейінгі 2016-дан бастап 6-шы дәуірі шықты. Ол жақта кішкене көлік жеңіл болып, көліктің ұзындығы кішкене кішірейіп, көлемі кішірейіп, басқаша болып шықты. Ал 5-ші дәуірі мен рестайл мен до рестайлдың айырмашылықтары осы ғана. Қалғанының барлығы мына жеріндегі мынандай жалған желбезектерінен білуге болады. Бұл желбезектер емес, жай декор элементі ғой. Осыдан білуге болады. Қалғанның барлығы сол 5-ші кезеңіндегі Camaro. Жалпы Camaroның тарихына келетін болсақ, бұл 2002 жылдарға дейін үздіксіз шығып тұрған көлік болып саналады. 4-ші дәуіріне дейін тоқтамай шығып. Бірақ соңғы 3-ші, 4-ші дәуірлері өте халықтың ойынан, жалпы сатып алушылардың, тұтынушылардың ойынан шықпай, көңілінен шықпай, сатылым қатты төмен болып кеткеннен кейін бұл көлік өзінің шығуын тоқтатқан етін. Жалпы General Motors тоқтатқан бұл көлікті шығаруды. Одан кейін барлығымыз білеміз, 2006 жылы жарыққа трансформер шыққаннан кейін барлығы Bumblebee деп, анау кинодағы көлік қандай көлік деп іздей бастағаннан кейін General Motors бірден біз бұл көлікті жарыққа шығару керекпіз деп 2009 жылы дәл осы көліктің 5-ші дәуірі Camaro аңыз көліктің 5-ші дәуірі жарық көрді. Біз осы көлік туралы қазір сіздерге толық техникалық сипаттамасын және де ішкі интерьерін барлығымен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Майкар KZ арнасы қосылы болсын. Енді интерьерді бастамай тұрып, жалпы Майкар KZ қосымшасында осындай көліктердің барлығы бар екенін сіздердің естеріңізге сала кетеміз. Және де Майкардың өзінде несие беру қосымшалары қарастырылған, яғни сіздер ешқандай жарнасыз, ешқандай ақша төлемей несиеге ала аласыздар. Міне Майкар KZ қосымшасында осы көліктердің барлығы бар. Қазір іздеп көрейік. Так, бізде Chevrolet Camaro 2015 дейік. 2014 дейік. 4500 міне. Ендеше интерьерін жалғастырайық. Қараңыздар, бұл жақта ұнайтын нәрсе мен ұнамайтын нәрсені айта кетейін. Бірден отырған ыңғайлы,
барлығы сіздер басқа да шоулардан байқаған шығарсыздар, мына жақта көру ыңғайсыз деп жатады, алдын көрмейміз деп жатады. Бірақ мына орындықты мен максималды түрде жоғарыға көтердім. Қазір мен бойым 1.80 болғандықтан шығар, маған кішкене ыңғайлырақ болып тұр. Анау алды көрініп тұр. Бірақ мына алды көрінгенмен оң жағы мүлдем көрінбейді. Сол жағы ыңғайсыз. Содан кейін ішіндегі ұнамайтын нәрсе ол мынау пластик. Мына пластик өте қатты материалдан, прям Chevrolet Cobalt секілді материалдан жасалған. Енді бұл қымбатырақ көлік, кішкене жақсы жасауына болатын еді ғой. Бұл 2015 жылғы рестайл болғандықтан мұны жерінде Көккүмбек жанаты. Көккүмбек жарықша, сосын проекция орнатылған мына жақта. Мына осындай проекциясы бар. Көрдіңіздер ме? Фук. Әні ауысып жатыр. Маған мына ұнайды. Бірақ бұл кішкене кедергі жасайды екен көзге. Көзге кедергі жасайды екен. Мысалы, аварийканы жақсаңыздар, сол жақта проекцияда аварийка жанып тұрады, күшті. Мына жақта сенсорлы монитор орнатылған. Бұл RS комплектация, сіздерге айттым. Дауысы өте жақсы шығады. Ауыстыруға болады. Мына жақта тағы да мына датчиктері бар. Мына аккумулятордың датчигі, мынау майдың датчигі, майдың давлениясы, мынау коробкадағы майдың давлениясы. Бұл жақта тек қана SS-тен айырмашылығы, мына жақта люк қана жоқ, қалғанының барлығы бар. Барлығы дегенде енді относительно ғой. Мына жақта датчиктері бар, сенсорлы монитор бар. Болды, басқа ештеңке жоқ. Климаты қарапайым, кәдімгідей андай музонный деген жоқ. Басқасының барлығы негізі американдықтар ішіне қатты мән бермейді. Олар сыртын әдемілеуге және де техникалық аспасын әдемілеуге тырысады. Енді сіздерге қазір осы көлікті айдағандағы сезімдерімізбен бөлісейік. Айдағанда қалай екен? Жалпы отырған өте ыңғайлы. Негізі біз артына да адам отырғызып көрдік, артында да отырған ыңғайлы. Сол себепті барлық критиктер, ой, ыңғайсыз, ой, бұл деген тек эгоистердің көлігі дейтін адамдар, сіздерге айтарым, сіздер қателесесіздер. Егер жүрегіңізге жақын болса, онда алу керек. Егер айдағыңыз келіп тұрса, онда айдау керек. Кеттік. Бұл жақта мына өздеріңіз байқағандарыңыздай базалық 20 дюймді көлемді дисктар тұрады, дөңгелектер. 20-ның өзі мұны жерге кішкентай сияқты болып көрінеді. Мұны жерге 22 керек сияқты, кейбір көліктерде 22 тұрады. Енді мен сіздерге техникалық сипаттамасымен таныстырайын. Жалпы бұл жақта не мотор тұрғанын айтып берейін. 3.6 көлемді, дәл біздікіндей бүгінгі V6 қозғалтқыш орнатылады. Және де бұдан бөлек дәл осы 2015 жылы 6-да 2 көлемді V8 орнатылатын болған. Ол SS комплектация, ол бөлек әңгіме. Бұл жақта кәдімгі қарапайым, ешқандай жарыстарға қатыспай, жай камара айдап, қаланың ішінде жүргісі келетін адамдарға арналған 3.6 көлемді осындай 335 аттың арғымақтың күші бар мотор орнатылған. Одан кейін 6-шы дәуірінде 2016 жылдан бастап 2 көлемді турбо қойыла бастады. Ол тіпті қалаға арналған, прям паркетниктер секілді ғой. Ол өте төмен объемды. Бірақ кейбіреулеріне ұнап жатады, жай камара айдап жүргісі келетіндерге. Бірақ білмеймін, енді әркімнің өз ойына байланысты ғой. Енді сіздерге қазір сыртындағы барлығымен таныстырдым. Жалпы жүк салғышын көрсетейін. Қандай екен? Барлығы жүк салғышы кішкентай деп өздерінің наразылықтарын білдіріп жатады. Жүк салғышы әп-әдемі. Тек мынау кіре берісі ғана кішкентай оймақ ауыз демесеңіздер, ал іші өте кең. Кәдімгі ішіне мен жатсам сиіп кететіме ешқандай да күмән жоқ. Және де американдықтардың бір басқа көліктерден ерекшеліктері осындай жасақ қоятыны. Ол мынау тартпаны көрдіңіздер ме? Мына тартпаны ішінде қалып қап сізді біреу ұрлап бара жатса, бірақ енді мынандай көлікпен кім ұрлайды? Бірақ енді сонда да ұрлап бара жатса, біреу мынаны тартып қалсаңыздар, багажнигі ашылады. Ішінен ашуға болады. Күшті, иә? Мына спойлер қосымша орнатылған бұл жақта. Мына қазір мен камараның рөлінде отырмын. Естіп сөйлеу керек па, қалай бұл жақта? Жалпы аспасы өте қатты екен. Кәдімгі құлаққа барады, дув деп әрбір яман ұстаған кезде ойлайсың, мүлдем жоқ шығар деп ходовкасы. Өте қиын. Міне, түстік мысалы.
кішкентай нәрселер ғой. Мынау Lexus'ымда мүлдем сезілмейтін еді. Мұн жақта кәдімгі дуф деп каждый нәрсені, әр нәрсені сезеді. Ол ойлаймын 20 диск болғаннан кейін сондай болып тұр деп. Маған тағы да басқа камераларды айдап көру керек. Бірақ мына камерада біз аспасын тексерткізгенбіз, ешқандай не жоқ деді. Изиян жоқ деді, ештеңке бұзылып тұрған жоқ, ештеңке қирап тұрған жоқ. Егер ондай дауыстар естісеңдер, онда көліктің өзі сондай болып тұрғаны ғой деді да. Негізі камераның тарихына жалпы үңілетін болсақ, бұл білесіздер, ең басында 64-ші жылдары Мустангқа қарсылас ретінде олар General Motors негізі соның ішіне кіреді ғой, Chevrolet кіреді, Cadillac кіреді. Сол General Motors Mustangтың қатты сатылымға шығып жатқан және де қатты танымал болып жатқанын көріп, сол уақытта сол жылдары бірден бізде осындай көлік жасау керекпіз. Бізде ответка дейді ғой, ответка жасау керекпіз деп осы камераны шығарған болатын. Сосын бір қызықты мәлімет бар, осындай ненің General Motors'тың маркетинг бөлімінің қызметкерінен, бастығынан даже сұраған кезде бақ өкілдері, не себепті Камара, неге сіздер Камара деп қойдыңыздар, ол не мағына білдіреді деген кезде, Камара деген мустангтарды жейтін жануар деп жауап берген екен. Мустанг деген білесіздер ғой, жылқы. Сол себепті Камара, Мустанг бәрі ол бұрыннан келе жатқан қарсыластар. Жалпы Камара басында жақсы сатылымға шығып, өте жақсы танымалдылыққа ие болып келе жатып, бірақ кейінгі жылдары үшінші поколенияларын 90-шы жылдарда 2000 жылға дейін шыққандары өте ұсқынсыз болып шыққан негізі. Ұсқынсыз дегенде кешірер мені, жалпы осы Chevrolet'тің фанаттары, Камараның фанаттары, бірақ менің жеке өз басыма, өз ойым онша емес шыққан 2000 жылғысы, 99-шы сол жылдардағы кезеңіндегі. Сол онша емес шыққаннан кейін сатылым өте төмен болып кеткендіктен, жалпы Chevrolet компаниясы осы Камараның сатылымын жасауды мүлдем шығарылымын тоқтатып тастаған ғой. Сөйтіп 2002 жылы тоқтап тастағаннан кейін 2006 жылы Трансформер киносы шыққан кезде, барлықтарыңыз білесіздер ғой, сол кезде Бамблбидің рөлінде жай ғана прототипі, осы Камараның 5-ші поколениясының прототипі шыққан. Вот, 2006 жылы. Сөйтіп 2006 жылы барлығы не машина деп іздей бастап, бұл бар ма жалпы бұл өмірде деп іздеп, қатты сұранысқа ие болып, анау Трансформер киносының танымал болып кеткеннен кейін, жалпы сөйтіп 2009 жылы сол Трансформерге түскен шанақтың жалпы 5-ші кезеңі осы Камараның бұл өмір есігін ашқан деп қоясың. Жарық дүниеге келген. Сөйтіп 2009-дан бері шығарылып келе жатқан көлік. Дәл менің көлігім, мына көлік, бұл 2015 жылғы. 2015 жыл деген ол өтпелі кезең, яғни 5-ші кезең мен 5-тен кейінгі кезеңнің өтпелі кезеңі. Бұл рестайлинг болып саналатын. Кішкене алдыңғы радиатордың торы кішкентай болып келеді, сосын жарықтандыру фаралары ұзынырақ болып келеді, мынандай 4-бұрыш сияқты емес, домалақ сияқты емес. Бұл рестайлинг. Бұдан кейін 2016 жылы тағы да бұдан да жаңартылған түрі шыққан. Сырттағы адамдардың барлығы қарайды, остановкаға тоқтаған кезде, андай светофорларда бүйтіп тұрған кезде барлығы қарайды. Прям. Және егер сіз вниманияны ұнатпайтын адам болсаңыз, андай бүйтіп қарағанын ұнатпайды. Бірақ вниманияны ұнатпайтын адам мұндай көлік алмайтын шығар. Вот. Даже вниманияны қатты ұнатпаса, андай, ортадағы адамның өзі бұндай көліктерді алады ғой. Әрбір баланың арманы ғой негізі осындай. Маслы кармен, пони кармен жүру. Ол Камара болсын, Челленджер болсын, Мустанг болсын. Менімен келісесіздер деген ойдамын. Келісетін болсаңыздар комментарийге қалдырыңыздар ойларыңызды. Андай қатты ыңғайлы емес әрине, үлкен андай көліктен 4 есікті көліктерді құсап. Бірақ отыруға болады. Біздің қазір досымыз отыр артында.
шамамен 12 миллион тұратын көліктің сіздер барлық плюс мен минустарын көрдіңіздер. Мен өзім басымнан өткен нәрселермен бөлісуге тырыстым. Ең үлкен минусы ол аспасының қаттылығы. Яғни ыңғайсыз тақ деп естілген болмаса, қалған барлығы өте ыңғайлы. Сол үшін біз әрқашанда негізі критикаға сенбей, және де көп мақтауларға сенбей, өзіміз отырып айдап көргенді жөн көреміз. Сол себепті Майкар KZ арнасы қосылып болсын. Біз Алла қаласа блогерлардың, неше түрлі танымал адамдардың көліктеріне шолу жасайтын боламыз, және де не себепті ол көлікті алғандарын сұрайтын боламыз. Егер сіздер солардың орнында болсаңыздар, қандай көлік таңдайтын едіңіздер деген сұраққа біз жауап іздейтін боламыз. Ендеше Майкар KZ арнасы қосылып болсын. Мен Ерғазы Әзімханұлы, келесі кездескенше.